Бүгін Алланың жазуымен Incruises компаниясының 9 жылдығына мен үлкен мероприятияда болдым. Осы мероприятияда бізде Давлатов 3 сағаттық тренинг өтті. Яғни ол кісі тренингтің ең басын мышлениядан бастады. Мына өмірде мышлениясын дамытпай ешқандай адам табысқа шықпайды деді. Табысқа шыққанда жаңағы успех, енді жетістікке жетпейді деді ғой. В общем, мышлениясы дұрыс дамыған адам ғана жетістікке жетеді деді. Енді қараңыз, біздің қазіргі таңда жасап жатқан іс-әрекетіміз, іс-әрекетімізден миымыз ақылдырақ болмайды екен. Яғни біздің миымыздағы бар нәрсемен ғана біз мына өмірде жасайды екенбіз іс-әрекетіміз. Іс-әрекетіміз де миымыздан ақылдырақ болмайды, миымыз да іс-әрекеттен ақылдырақ болмайды. В общем, миымызда не нәрсе бар, сол нәрсе біздің өмірімізде бар болды да, былайша айтқан кезінде. Сонда мынандай нәрсені айтады да, осы жаңағы миымыз біздің топырақ секілді дейді. Мысалға дейді, қарасаңыз дейді, сіз неде огород, бізде қазір огород деп айтамыз ғой, бақшамыз, бақшамызда, мысалы, бәріміз де ауылда тұрдық. Мен өзім білем, бақшада егер бір жаңағы нені ексек, жаңағы көкөністерді, пияз бар, картоп, сәбіз деген секілді егетін болсақ, ол жерден сол еккен нәрсеміз өсіп шығады. Ал біз ол жерге сондай көкөністерді екпесек, ол жерден арамшөп өсіп шығады. Тура сол секілді біздің миымызға жақсы, дұрыс ақпараттарды толтырмасақ, миымыз айттым ғой, топырақ секілді деп, осы топырақты жақсы, дұрыс нәрсемен, ақпаратпен толтырмасақ, оның орнына не өсіп кетеді дейді? Арамшөп өсіп кетеді. Яғни бізге түк те қажеті жоқ нәрселер қаптап, сонымен адам жүреді екен. Жаңағы миым ашып кетті, немесе мен өмірде өз жолымды таба алмай жүрмін, мен вообще өзімді түсінбеймін, мен вообще жаңағы былайша айтқан кезде бір дұрыс емес бағытта кетіп бара жатырмын, мен түсінбеймін, не істеп жатқанымды, не қойып жатқанымды деген секілді болады екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан миыңыздағы арамшөптерді жұлып алып тастағыңыз келсе, қай бағытқа баратыныңызды білмейтін болсаңыз, маған жекеге консультацияға жазылыңыздар. Консультациядан біз анықтаймыз сіздің миыңызда қандай арамшөптер өсіп жатқанын.